саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы доминант септаккорд және оның айналымдарының тікелей тоникаға тартылуы. Сабағымыздың мақсаты доминант септаккорд және оның айналымдарының тікелей тоникаға тартылу қасиеттерімен танысу және сабаққа деген қызығушылығын арттыру. Үйге берілген тапсырма доминант септаккорд және оның айналымдары болатын. Кәне сол тақырыпты есімізге түсірейік. Доминант септаккорд дегеніміз не? Доминант септаккорд доминантылық аккордтар тобына жататын септаккорд. Берілген тональдіктің ол 5-ші басқышынан құрылады. Терция бойымен құрылатын 4 дыбыстан тұратын аккордты доминант септаккорд деп атаймыз. Бұл септаккорд D7 болып белгіленеді. Доминант септаккордтың неше айналымы бар? Доминант септаккордтың 3 айналымы бар. Бірінші айналымы D6-5 доминанталық квин секстаккорд, D4-3 доминанталық терс квартаккорд, D2 бұл доминанталық секунд аккорд. Ал енді жаңа тақырыбымызға көшейік. Тақтаға аударайық. Доминант септаккорд примасы 3 еселенген тоникаға тартылады. Берілген тональдігіміз до мажор. До мажорда 5-ші басқыш соль екен. Сонда доминант септаккордты 5-ші басқыштан бастап құрамыз. Соль, си, ре, фа. Оның заңдылығы жаңа айтып өткендей, примасы 3 еселенген тоникаға барамыз. Біздің фамыз миге барады, реміз доға барады, симіз доға барады, соліміз доға барады. Міне, примасы 3 еселенді. Келесі айналымы доминанталық квин секстаккорд. Ол примасы 2 еселенген тоникаға тартылады екен. Келесі дыбысымыз си. Сиден бастап жазамыз. Си, ре, фа, соль. Бұндағы сақтайтын заңдылығымыз примасы 2 еселенеді. Соліміз, ұртақтығыз орында қалады. Фамыз миге барады. Реміз доға барады. Симіз доға келеді екен. Міне, примасы 2 еселенді. Келесі айналымыз доминанталық терц квартаккорд. Ол тоникаға тартылады екен. Примасы октавада 2 еселенеді. Енді біздің терц квартаккордымыз реден басталады. Ре, фа, соль, си. Симіз доға барады. Соліміз ортақтығыз орында қалады. Фамыз миге барады. Реміз доға барады. Міне, до, октавада 2 еселенді. Соңғы айналымыз доминанталық секунд аккорд. Бұл тониканың секстаккордына шешіледі екен. Бұны біз фадан бастаймыз. Фа, соль, си, ре. Сонда біздің реміз доға барады. Симіз доға барады. Соліміз орында қалады. Фамыз миге барады. Сонда бұл тониканың бірінші айналымы тоникалық секстаккордқа барды екен. Доминант септаккордымыз тоникаға тартылады. Ондағы прима 3 еселенеді екен. Доминанталық квин секстаккордымыз
тоникаға тартылады. Бұндағы заңдылық примасы екі еселенеді екен. Доминантаның терц кварт аккорды октавасы екі еселенген тоникаға тартылады екен. Ал доминанталы секунд аккорд тоникалы секст аккордқа тартылады екен. Ал енді осыны аспапта көрейік. Доминанталық септ аккорд примасы 3 еселенген тоникаға тартылады. Доминанталық квин секст аккорд примасы 2 еселенген тоникаға тартылады. Доминанталық терц кварт аккорд октавада примасы 2 еселенген тоникаға тартылады. Доминанталық секунд аккорд тониканың бірінші айналымы секст аккордқа тартылады. Ал енді мұқият соны тыңдайық. Си, ре, фа, ми, до, си, ре, фа, соль, ми, до, ре, фа, соль, си, на, соль, ми, до, ре, фа, соль, си, на, соль, ми. Түсінікті ма, балалар? Үйге тапсырма. До мажор тональдігін басшылыққа ала отырып, доминант септ аккордтың тікелей тоникаға тартылуын фа мажор, ре мажор тональдіктерінде құрып айту.